Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Дәл қазір біз 1973 жылы құрылған Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданында тұрмыз. Әл-Фараби ауданы Шымкент халқы ең тығыз орналасқан тарихи орталық ауданы болып саналады. Мұнда қаланың маңызды білім, әкімшілік, тарихи, мәдени және ойын-сауық орталықтары орналасқан. Ал ауданның әкімі кім? Сіз оны танисыз ба? Аудан тұрғындарынан сұрап білетін боламыз. Осы ауданның тұрғынысыз ба? Иә. Аудан әкімін танисыз ба? Танимын. Жалпы аудан жайлы айтып берсеңіз. Ауданымыз әдемі, ұнайды, саябағымыз ұнайды, постоянно таза, шөбін орып тұрады, өзіме ұнайды. Орталық қаланың нағыз неде жүрегі ғой, маған қатты ұнайды өзіме. Жақсы, үлкен рахмет. Әкімді танисыздар ма, аудан әкімін? Жоқ. Аудан әкімін танисыз ба? Иә. Жалпы басқа аудандарға қарағанда аудандарыңыз дамып жатыр ма? Иә, дамып жатыр. Мысалға алатын болсақ, спутник деген не бар ғой, супермаркет. Иә. Соның алдында парк соғылып, жоқта адамдар жиналып, адамдар көңіл көтеріп сөйтіп. Жалпы ұнайды, иә? Ұнайды. Жақсы, рахмет үлкен. Қойсақ бола ма? Сіз осы ауданның тұрғынысыз ба? Иә. Аудан әкімін танисыз ба? Аудан әкімін танымайсыз ба? Кент қаласы ауданның танымайсыз ба? Рахмет. Мен Әл-Фараби район тұрғанымын. Шымкент қаласында өскен. Өте әдемі, барлық әсемдер бар, әсемділ, ескі ғимараттарды бәрін жаңартып, күшті бір вкуспен жасап жатыр бәрі. Маған өте ұнайды. Әл-Фараби әкімшілікке мен ризамын. Жақсы, рахмет үлкен сізге. Осымен біздің сауалнамамыз аяқталды. Әл-Фараби ауданының тұрғындарының ой пікірлерімен таныс болдыңыздар. Келесі аудан әкімі кім?